Biz Evgeniy Alekseyevich Fedorovpен сөйлесеміз. Evgeniy Alekseyevich Rесей армиясының полковнигі. Evgeniy Alekseyevich экономика ғылымдарының кандидаты, Ресей парламентінің төменгі палатасының депутаты, мемлекеттік думаның бюджет және салықтар жөніндегі комитетінің мүшесі, Ресей Федерациясының белсенді мемлекеттік кеңесшісі. Бұл біздің бірінші әңгімеміз емес. Біз сізбен бірге өте көп видео түсірдік, шамамен 18-7 жыл бұрын. Неліктен мен бүгін, яғни 2025 жылы, бүгін маусым айы 2025 жыл, сізге келдім. Себебі сіздің болжамдарыңыз бен жорамалдарыңыздың көпшілігі дұрыс болып шықты. Барлығы емес, 100% емес. Дегенмен мен сізді басқа көптеген саясаткерлермен, қандай да бір сарапшылармен, YouTube тағы бос сөйлейтіндермен салыстырдым. Яғни әртүрлі адамдармен барлығымен салыстырдым. Сонда сіздің бұрын өткенде жасаған болжамдарыңыздың пайызы өте жоғары екені анықталды. Сіз бәрінен асып түсесіз. Қазіргі болып жатқан оқиғаларға сіздің көп болжамдарыңыз дәл келді. Яғни, сіз болжаған нәрселер толықтай, не жартылай орындалды, немесе орындалды, бірақ сәл басқа түрде. Дегенмен бұл бәрібір болды. Маған әрине, қызық, сізде осындай көрегендік неге бар? Яғни, сіз көріпкел емессіз ғой, солай ма? Жоқ, сіз астрологта, басқа да емессіз. Яғни, сіз қандай да бір ой пікірлерге сүйенесіз. Сіздің құпияңыз неде? Біз ғылымға сүйенеміз. Ғылым әрқашан жауап береді. Себебі ғылым бұл қатаң формула. Онда 2-ге 2 4. Біз болжайтын нәрседе ешқандай қиындық жоқ. Кез келген адам осы әдістемені меңгерсе, ал біз бұл жерде ұлттар бәсекелестігі ғылымының әдістемесіне, жалпы адамзаттың тарихи қалыптасу принциптеріне, жер планетасында қалай өмір сүретініне, адамдардың, мемлекеттердің, ұлттардың арасындағы қарым-қатынасқа сүйенеміз. Сондықтан бұл мінез-құлық алгоритміндегі уәждер бәрінде бірдей. Мақсатқа жетудің әдістері әртүрлі. Сондықтан мұны осы саланы түсінетіндер біледі. Оған ең жақындары тарихшылар мен заңгерлер. Олар да сізге алдын ала барлық болжамдарды айтып бере алады. Егер сіз осы ғылымға, осы математикаға терең бойласаңыз, ешқандай қиындық жоқ. Әркім кранды жөндей алмайды. Бірақ оны істей алатын сантехниктер бар. Бұл олардың данышпан болғанынан емес, бұл жай ғана істеп жатқандықтан және тақырыпты зерттегендіктен. Бұл жерде де солай. Яғни, біз ұлттар арасындағы қарым-қатынастардың қалай жүретінін түсінеміз, және бұл не арқылы болатынын, және бұл қарым-қатынастың нәтижесі қандай болатынын түсінеміз. Сіз мұны неге негіздейсіз? Мұнда. Ұлттар бәсекесі. Осылай жасайық. Ұлттардың бәсекелестік теориясы. Жер планетасындағы адамдар қауымдастықтарда, яғни тайпаларда, кейін мемлекеттерде өмір сүреді. Қазір бұл ұлттар деп аталады, яғни мемлекеттер, ұлттар. Мысалы, жануарлар қандай да бір табында прайдта, немесе топта өмір сүреді. Бұл олардың өмір сүру формасы. Және осы бірлестіктер өзара бәсекеге түседі. Бұл бәсекелестік тірі ортадағы, табиғаттағы бәсекелестік. Адамда мемлекеттерде, ұлттарда, бұрынғы тайпаларда бәсекелестік арқылы өмір сүреді. Яғни, егер мемлекетті жануарлар әлемімен салыстырсақ, бұл бір рой сияқты ма? Аралардың ройы. Немесе бұл қасқырлардың тобы. Айталық, құмырсқа илеуі. Жақсы есім. Міне ол мына дөрекі айтқанда өте дөрекі құмырсқа илеуінге тұрады. Және баста құмырсқа илеуімен жарысады. Ал эволюция нәтижесінде бүгінде осындай 193 құмырсқа илеуі қалды. Сонда сіз барлық штаттарды санадыңыз ба? Олар бода тіркелген. Жарайды. Ал бұл ұлттар арасындағы бәсеке ме? Бұл ұлттардың бәсекесі. Сол себепті адамзаттың бүкіл өмірі бұл тоқтаусыз соғыстар. Бұл бәсекенің айқын көрінісі ретінде. Мысалы, кез келген тарих оқулығын ашсаңыз, соңында әдетте тарихи оқиғалардың қысқаша сипаттамасы болады. Сол жерде тек соғыстардың тізімі ғана бар. Соғыс, төңкеріс, құлату, соғыс, революция. Міне, бұл ұлттар арасындағы бәсекенің шоғырланған көрінісі, бәсекелестіктің ең жоғарғы түрі соғыс түрінде. Барлық соғыстар тек территория үшін жүреді. Яғни, территория үшін емес соғыстар да бар, олар аралық сипатта. Олар әдетте онша ауқымды болмайды. Кез келген ауқымды соғыс шекаралардың өзгеруінің немесе өзгермей, бірақ қандай да бір территориядан бас тартудың нәтижесі. Яғни, бұл күрес, жануарлардағыдай тіршілік ету аймағы үшін, немесе бақылау орны үшін күрес секілді. Мысалы, бір табын белгілі бір аумақты бақылап ұстайды. Яғни, ұлттар бір-бірімен бәсекелеседі және бұл территориялар арасындағы бәсекелестіктің нәтижесі. Тірі қалу үшін. Негізінде, бұл жануарлардағыдай тірі қалу, әрине. Бұл мүлде бірдей. Тірі қалу үшін, яғни кім тірі қалады?
Кім-кімді жұтып қояды, бағындырады. Тіре қалады. Бірақ ұлт дегеніміз біз сізбен талқылаған құмырсқа илеуі сияқты. Сондықтан бұл жұмыс істеу ережелері. Адамдар негізінде барлық жерде бірдей. Мұнда да, Англияда да, Францияда да. Бірақ олардың қауымдастығы міне сол бәсекелестіктің буыны, яғни қауымдастық. Сәйкесінше аумақты кеңейту осы қауымдастыққа өзгеруге мүмкіндік береді. Егер басқа адамдар осы қауымдастықтың ережелерімен ойнауға дайын болса, оларды да жұтып алады. Ал екінші, үшінші ұрпақта оларды жұтып қойғанын ұмытып та кетеді. Яғни ұлттық қауымдастықтардың тірі қалу үшін күресі бұл ұлттардың бәсекелестігі. Иә, жер бетіндегі бүкіл аумақ жер планетасындағы бөлінген. Сәйкесінше, егер сен үлкенірек болғың келсе, оны біреуден тартып алуың керек. Ал неге ынтымақтасуға болмайды? Өйткені адам баласының жалпы тірі жәндіктің уәждері бұл бәсекелестік арқылы кеңею. Иә, мүмкін, қасқыр қоймен ынтымақтаса алады. Теория жүзінде қойларды бағып, сүтін ішіп күн көре алады. Бірақ табиғатта олай емес. Бұл өңі. Айталық, Құдай немесе бір нәрсе өмірді дәл осылай ұйымдастырған. Қандай болса, сондай. Адам баласы тірі табиғаттың бір бөлігі, өзінің осы тәсілдерімен, қағидаларымен дәл табиғаттағыдай. Ми бұл адамды тірі табиғаттағы басқа тіршілік иелерінен, мысалы, жолбарыс, қасқыр, аюдан ерекшелендіретін құрал. Олардың да миы бар. Әртүрлі тиімділік дәрежесі. Иә, тырнақтар, істер, құлақтар бар, сосын күшті ми бар. Ал мақсат принцип бойынша өзгермейді, солай емес пе? Яғни, иә, ол үшін барлық тіршілік иелері өмір сүреді. Ол үшін адамда өмір сүреді. Мен осыған назар аударамын. Түсінесіз бе? Адамның мәдени құрамдас бөлігі даму үшін барлық тірі нәрсе осы үшін. Иә, ол мәнді әрине, тірі жандардан 1000 есе артық. Иә. Бірақ негізінен мағынасы мен мақсатын өзгертпейді. Бұл қосымша, негізге қосымша. Иә. Яғни, мұның өзі мақсатты өзгертпейді. Бұл әсіресе ұлттардың бәсекелестік күресіне қатысты. Ұлт ішіндегі жекелеген адамға артықшылықты жағдайлар берілуі мүмкін. Ол ақын, жазушы бола алады. Оны бәрі жақсы көреді. Бірақ бұл мәдени құрамдасты күшейтеді. Ал мәдени құрамдас ұлттың мәртебесін арттырады. Ал ұлттың мәртебесінің өсуі дәл осы ұлттың бәсекелестік күресіне оң әсер етеді. Сондықтан ұлттар жалпы алғанда өздерінің мәдени қайраткерлерін жақсы көреді. Өйткені геосаяси, тарихи тұрғыда көрнекті мәдени қайраткер ұлттың үстемдікке жету мақсатына солдаттан да жақсырақ қол жеткізеді. Айталық, олар әртүрлі жолмен жүреді. Солдаттың өз міндеті бар, мәдени қайраткердің өз міндеті бар. Әртүрлі салалар. Бірақ мемлекет үшін негізінде бұл өз ықпалын күшейтудің бірыңғай кеңістігі. Кез келген ірі мемлекет, әсіресе империя, сіз айтқандай мемлекеттіліктің келесі сатысы ретінде кеңеюді қалайды. Бұл негізгі қағида, негізгі принцип, кеңей. Сіз сол жерде, мысалы, осы аймақта, Еуразияда физикалық шектесетін орныңызды алған кезде, сіз міндетті түрде басқа континентке көтерілесіз. Бұл принцип, айтпақшы, Кеңес одағында да осындай принцип болған. Неліктен ол бірінші орынға көтерілді? Бүкіл әлемде революциялар жасады. Ауғанстанға. Сол принцип. Ауғанстанда ғана емес, Латын Америкасында, барлық жерде және Африкада. Өйткені ол адам мен ұлт арасындағы бәсекелестік күрестің қағидасы. Басқалар сені тоқтатқанша кеңейе беру. Яғни, сізді өзіңізді де үрлеп жатқан біреу тоқтатқанша, сіз өзіңізді толтырасыз. Міне осы амбициялардың түйісу сәті әлемдік соғыс түріндегі шиеленістің нәтижесінде жаңа шекаралардың пайда болуы. Қазір біз шетелдіктермен көп сөйлесе аламыз, бұрын ондай болмаған. Жалпы алғанда бәрі де дұрыс адамдар. Дұрыс немістер, дұрыс голландтар, дұрыс америкалықтар бәрімен жақсы сөйлесуге болады. Олар саған жамандық тілемейді. Мен де оларға жамандық тілемеймін. Иә. Бірақ дәл мемлекет жүйе ретінде қарама қайшылыққа түседі. Олардың арасында белгілі бір бәсекелестік күрес бар. Маргиналдар өзара дос болмайды. Иә. Сонда, егер біз адамдар бір-бірімізбен жақсы сөйлесіп, бір-бірімізге ешқандай өкпеміз болмаса, не істеу керек? Ал мемлекетте бар, ал біз әртүрлі мемлекеттерге тиесіліміз. Не істеу керек? Өмір сүру керек. Бұл өмірде осы өмірдің ережелерімен өмір сүру керек. Егер сіз өз ұрпағыңызда нақты мәселелер болмағанын қаласаңыз, онда адамзат қоғамында арнайы механизмдер қалыптасқан. Мысалы, бандиттерді алайық. Оларда да өзара қарым-қатынас ережелері бар. Иә, олар бір-бірін ұрып соғады, өлтіреді. Бірақ сонымен қатар олардың өз ережелері бар. Бұл ережелерде, мысалы, сол ережелердің ритуалдары қалыптасқан. Біз мұны құқық деп атаймыз. Яғни, құқыққа дейін ритуалдар болған. Кейін олар нақты ғылым, құжаттар түрінде құқыққа айналды.
Мен мысалы заңгермін, яғни бұл заңдық құжаттар түрінде және тағы басқа. Яғни бандиттер бір-бірімен соғысады. Бірақ бұл олардың күнде бір-біріне оқ атып жатыр деген сөз емес қой. Бұл олардың келісетінін білдіреді. Бір-бірін атып тастап кейін отырып шығындарын есептейді. Есептеді. Кім не істей алады? Қай банда неге қабілетті? Сосын келісті. Мына көшенің бір жағын сен тонайсың, салық жинайсың. Ал екінші жағын мен тонаймын, салық дүкендерді жинаймын. Болды. Соғыс аяқталды. Кейін қайшылықтар жиналды. Олардың бірі өзін енді мықтымын деп ойлады. Оның енді 500 емес, 1000 бандиті бар. Сосын қайтадан, Немесе басқа сөз. иә, немесе басқа сөз. Тағы да соғыс, кейін тағы да келісімге келді. Негізінде, адамзаттың механизмі дәл осылай жұмыс істейді. Тек бұл құқық деп аталады. Яғни, дүниежүзілік соғыс келісімге келді. Егер біз құқық, ұлттардың бәсекелестігі, оның құқық түріндегі ұйымдасуы туралы айтсақ, сіз қазір не істеу керек деген сұраққа жауап аласыз. Тек Рим империясы 2000 жыл бұрын не істегенін емес, қазір не істеу керек екенінде. Ла. Түсінесіз де, өйткені жүйе бі. Иә, бәрібір. Сөйтсе, бәрі шынымен бірдей екен. Табиғатта да, адамдар арасында да, бандиттер арасында да, мемлекеттер арасында да бәрібір принциптер бір, әрекеттері де бәрінде ұқсас. Сондықтан егер сіз осы принциптерді білсеңіз, соларға сүйене отырып, стратегия құрып, нәтижеге жете аласыз.